Қайырлы күн, бүгін тақырыптық эфир. Біздер тұлғалық бұзылыстарды қарастырып жатырмыз, бірнеше уақыттан бері. Бүгінгі тұлғалық бұзылыс шизотипическое деп айтады. Орысша айтқан кезде шизотипикалық тұлғалық бұзылыс. Сіздерге ақпарат болу үшін тұлғалық бұзылыс деген ол ауру емес, ол адамның ерекшелігі, соны естеріңізде сақтап алсаңыздар. Расстройство бұзылыс, ол адамның ерекшелігі, бойындағы қандай да бір қасиеттердің өте ерекше түрде көзге көрінетін қасиеттер болып табылады, яғни белгілі болып табылады. Адамның бойындағы тұлғалық конструкциясының ішіндегі бір бөлігі өте қарқынды түрде дамиды, қарқынды түрде көзге түседі. Ендеше шизотипикалық тұлғалық бұзылыс дегеніміз не? Аурулар классификаторы МКБ-10, ДСМ-5-те шизотипикалық бұзылысты, тұлғалық бұзылыс, шизофрения деген ауру бар, психикалық ауру бар. Шизофрения деген шизофрения енді шынымен де есі ауысып кеткен адамдар. Алла сақтасын. Шизотипикалық деген сол шизофрения емес, бірақ шизофренияның белгілері көрініс табатын бұзылыс. Шизофрения емес, бірақ енді бір атауы, көрін тамыры бір шиза деген сөз. Шизофренияның қандай да бір шизофренияға тиесілі белгілердің шизотипикалық түрде көрініс табады, бірақ жеңіл түрінде. Шизотипикалық тұлғалық бұзылыс, қайталап айтам, ол ауру емес. Ендеше ол шизофренияға қараған кезде жеңіл киімі, адамдармен қарым-қатынасы өте бір болады, және оларда магическое мышление деп айтады. То есть сиқырға сену дейміз ба, ғажайып ойлау дейміз ба, магическое мышление деп айтамыз. Орысша айтқан кезде түсінікті. Яғни бір қызық идеялар болады, бір қызық бір көркелдік, ертеңгі күнді білу, болжау, барлық сондай бір иллюзияларға сену, то есть сондай бір ғажайып ойлауға бейім болады. Магическое мышлениеға өте бейім келеді шизотипикалық. Көбінде сондамдар менің арқам бар, менің келдігім бар, менің емшілік қасиетім бар, мен тек өзінде емес, басқалардан да ол сондай жаңағыдай тегін адам емес, оның бір сондай бір қасиеті бар, ау бойына дарыған дегенде сондай бір идеяға толы болады шизотипикалық бұзылыстағы адамдарда. Басқа бұзылыстарға қараған кезде тұлғалық, шизотипикалық тұлғалық бұзылыстың адамның айқын көруге болады. Сөйлеген сөзі, сөйлеген сөздердің конструкциясы деп айтам ба, енді құрылымы басқаша болады. Енді нарушены болады, енді бұзылған болады, коммуникациясы бұзылған, оның әлемі бір бөлек дейік. Ол үшін мынандай мысал келтірейінші. Мысалы, біз ағылшын тілін үйрендік дейік, енді өзімізше үйрендік, сөйлеп әйтеуір шалама шепкіл үйрендік дейік. Және сол ағылшын тілімізбен біз неге барамыз? Англияға, Америкаға барамыз да, және сол ағылшын тілінде сол жақтың адамдарымен сөйлесеміз, сол кезде ол жақтың адамдары бізді түсінбейді, мүлдем түсінбейді, бірақ
екі адамда бір тілде сөйлесіп тұр дейік, иә, ол жақтың адамымен мен ағылшын тілін білем, мен барып сөйлеймін, көп жағдайда түсінбейді. Не айтып тұрғанында там түсінбей жатырмын деп, өйткені жаңа акцент бар дейік, біздің жеткізуіміз басқа, сөздік сөйлемді құрастыруымыз басқа дегендей да, и бір-бірімізді түсінбей тұрамыз. Сол сияқты шизотипикалық бұзылыстағы адамды басқа адам түсіну қиын. Бір тілде сөйлесіп тұрған сияқты болғанымен, шизотипикалық бұзылыстағы адам мүлдем басқа нәрсе айтып тұрады, оның ойлауы мүлдем басқа. Енді тұлғалық құрылыс солай қалыптасқан. Өкінішке орай шизотипикалық бұзылыстағы адамдардың айналасы тек, жақын аймағы, ағайындары тек тағысын тағы көбінде шизофренияға бейім немесе шизофрениямен ауырған адамдарды болуы мүмкін. Өкінішке орай сондай бір бейімділік болып жатады. Бірақ көп жағдайда жаңағыдай қате көп кетіп жатады, шизофрения деп қойып жатады дедім ғой, бірақ ондай емес. Шизотипикалық тұлғалық бұзылыспен де өмір сүріп, жұмыс жасап, отбасы құрып, мақсаттарына жете беруге болады. Бірақ кішкене шизотипикалық бұзылыстағы адам үшін қарым-қатынас жасау, адамдармен коммуникацияға түсу, өзінің ойын жеткізу деген кішкене қиындау келеді. Көп енді кейде әлемі бөлек, өте басқа әлемде өмір сүреді, беріп